Құрметті ұстаздар, қайырлы күн. Қазір біз сіздермен осындай күш және үдеу деген паско құрылғысымен жұмыс жасап көреміз. Диана апай бізде кішігірім тәжірибе жасап көреді. Одан кейін біз осы құрылғымен қалай оның калибрлеуін жасау керек, соны көрсетеміз. Бізде Архимед заңын зерделеу. Бізге бұл үшін мензурка мен су керек, сосын күштер керек, паско датчигі керек. Енді оны біз қосу үшін SparkU бағдарламасын ашамыз. Жаңа лабораториялық жұмыс. Сақтамасаңыз да болады, керек болмаса. Сіз қазір сохранить деп, оны сақтай салыңыз енді. Бізге ол үшін ең бірінші мына ортасындағы новый лаборатория работа. Сізге қазақша ма, орысша ма ыңғайлы? Орысша қойсын. Енді біз мына жерден датчиктің қайсы көреміз. Мысалы, бізге қазір осы датчик керек. 680-491. Оны қосамыз. Қосылған датчик бізде подключенныйдың ішінде тұрады. Біз бұл жерден күшті таңдаймыз. Одан кейін цифра және график дегенді аламыз. Енді біз бірінші зертханалық жұмысқа кіріспес бұрын, бірінші біз ауадағы салмағын өлшеп аламыз, сосын оның судағы салмағын өлшеп аламыз. Ауадағы салмағын өлшеу үшін біз міне индуктор старт батырмасын басамыз. Біраз тұрсын, сосын стопты басамыз. Бұны ауадағы салмақ деп жазып қояйық. Бізде датчик теріс қарап тұрған соң, бізде мына жерде теріс сан шығып тұр. Егер де бұл сіздерге, балаларға түсініксіз болып, егер сізге минус таңбасы кедергі жасайтын болса, оны мына жерден алып тастауға болады. Изменить знак деп. Сол кезде бізде бұның қазір знагы ауысады. Плюс таңбаға ауысты. Енді бұл бізде ауадағы салмағы. Оны қалай жазамыз оны? Оны жазу үшін мына жердегі Т батырмасын басып, бұл жерге ауа деп жазып қойып. Енді бізге судағы салмағы керек. Судағы салмағын біз оны суға саламыз. Енді біз оның судағы салмағын өлшейміз. Бұны көру керек, денеміз толық батып тұру керек, және түбіне тимеу керек. Енді судағы салмағын өлшеу үшін старт батырмасын басайық. Судағы батырмасы 79 ньютон-метр. Бұл судағы. Т батырмасын басып, су үйресті. Қосақ болады. Сатаспас үшін. Енді балалар бұны екеуінің арасындағы 0,1 біз ығыстырушы күшті табу үшін оқушылар, яғни судағы салмақтан, ауадағы салмақтан судағы салмақты алып тастайды. Осы мысалы қисық бар ғой? Қисықпен жұмыс жасау үшін, ол мысалы атын жаңа жаздыңыз, енді соның орташа мәнін қалай табуға болады? Орташа мәнін табу үшін среднее значение дегенге барамыз. Мына жерде автосумма деп Excel-дегі сияқты деген әріп болады. Сол жерде мысалы мына жердегі среднее дейміз. И максимум минимумды табуға болады. Окей, батырмасын басады. Сол жерде мына жерде бізде көрсетеді. Мысалы мен қазір жасыл қисықты оның орташа мәнін шығарым десе, оны қалай жасаймын? Оны біз жасыл үстінен басамыз. Сосын кейін значениені басып, орта мәнін средний деген таңдаймыз да, окей батырмасын басамыз. Сонда бұл 0,191. Яғни өте маңызды.
қай түстегі қисықпен жұмыс жасағыңыз келсе, соның үстіне басу керек. соның үстіне басып, қызыл төртбұрыш қайсының үстіне тұрса, сол активный екен. қайсы керек емес болса, нақты ашып жасауға болады. Жақсы. Енді біздегі датчикті, мына датчикті тексеретін болсақ, бұл датчик бізде қисық көрсетіп, яғни теріс мән көрсетіп тұр. Екеуі керісінше көрсетіліп тұр.